Үйден жұлқына жүгіріп шыққан Мінай келінінің қолындағы жиегі алтынмен әрленген зерлі табақты жұлып алды да баж ете қалды. Осы саған сөз ұқтыра алмай қойдым ғой түге. Бұл ыдысты ұстама, анау ескі табақтар бар ғой, тиме бұған, деп ежірейе қарады. Жарайды апа, деген күйі келіні кері бұрылып тірлігіне көшті. Енесіне бірдеңе деу араның ұясын әдейі бұзумен бірдей екенін түсініп, үнсіз жылысты. Бұл үйдің ұстанымында жаңа ыдыс аяқты күнделікті пайдалану әбестік. Жаңасын алып қойып, ескіні ұстау қағидасы Мінайдың қанына сіңіп қалған. Үй астынан әдейі соғылған жертөлеге кірсең, қораптарда ыдыс аяқтың неше түрін көресің. Тәтті салатын, мәуе-шәуеге арналған қант салғыш, жеміс-жидекке арналған вазалар, алтын сумен әшекейленген ыдыстар, күміс қасық, жаңа басындағы шәйнек, қыш ыдыстарға дейін бар. Көріп, көзің қуанады. Жылдырға өш болғаны соншама, құрғыр дүниені осылай жинай берген. Бірақ Мінайдың бір жаман әдеті жаңа ыдысты оқта-текте, онда да қонақ шақырғанда қолданбаса, үй ішінде үнемі ескі ыдыстарды пайдаланатын. Түсі оңып кеткен дастарханда шолақ шәугім, бір шеті қисайған табақ, сыры көшкен леген, шеті кертілген кеселер, ескі атам заманнан қалған, гүлі де өшіп кеткен ағаш қасықтар. Ескі заттардың көптігі соншалықты үй ішінің ұсқыны қаша бастаған. Қапелімде шақырылмай бірден үйіне кіріп барса, мынадай жұпыны күн көрініске адам жылағылық. Қос-қостан алып тастай бергенімен жаңаны өзге түгілі өзіне де қимайды. Мұнысын сараңдық емес, ұқыптылық деп түсінеді. Мінай бала күнінен таршылық пен жоқшылықты бір адамдай көрген. Басына тартса аяғына жетпейтін отбасында өсті. Содан болар, тірнектеп тапқан дүниесін тықпалап, жанынан да артық көреді. Шыр-пыр болып жинаған дүниесін тек қонақ көрсінге ұстайды. Тіпті жаңа соғылған үйіне жатпай, ескі қоржын тамда күнелтеді. Жаңа үйге келіні мен баласы жатар орынға кіреді. 2 бөлмелі қоржын тамда 4-еуі ғана күн кешті. Мінайдың тапқан балалары тұрмады. Құдайдан жалбарынып сұрап алғаны жалғыз ұл. Енді сол баладан немере күтіп жүр. Келінінің түскеніне 6 жылдан асты да пұшпағы қанамады. Бармаған әулиесі, табынбаған пірі, көрінбеген доғдыры қалмады. Бірақ келіні бала көтере қоймады. Келінінің тілі қысқалығын пайдаланып, осы күні көп ұрсатын болып жүр. Келіні көзіне бәледей көрінеді. Ажырастырып, басқасын алып беру ойында бар. Бір кездері өзі тартқан азапты күндер ұмытылған. Өзінің де баласы тұрмай зар жылағаны жадына көшті. Ойпырмай, келін байғұста, кетемін деп айтпайды. Қайтсын енді. Жарымен сүйіп қосылған. Тәңір байлаған жіп үзілмес деген осы. Мінайдың күйеуі әлім аса сабырлы, байсалды жан. Көп ашу шақыра бермейді. Жастау кезінде әйелін қалыпқа салайын деп шайпау мінезін түзегісі келген. Бірақ Мінай дес берген жоқ. Ақыры басын ауыртпайын деді ме, жеңіле салды. Қатты кетсе, отбасы бұзылатынын білді. Дастархан басында 4-еу шоқиып отыр. Таңғы шайды дайындап, келіні қайнатасына ернеуі көшкен кесемен шай ұсынды. Әлімнің әжім басқан жүзі мұжырайып, келініне емес, әйеліне жақтырмай қарады. Сосын, осы ескі құсқыны тастайтын кез қашан болады? Сынған ыдыстың сырын білмеуші ме едің? Сынық ыдыс пәле шақырады. Қасиетсіз қатын. Құдайдың қас қылғанын ай. Бір кішкентай бала болсайшы, осының барлығын қиратып салатын. Бір жола мынау лас ыдыстарды құтылар ек. Деп шәйін ішпей орнынан тұрып кетті. Сөзінің жаны бар. Сынық ыдысты үйден шығарып тастаса, пәлекет кетеді. Есесіне сол үйге өлшеусіз ырыс пен бақ келеді деген ырым бар. Сынық ыдысқа сайтан үйі. Әлім соны меңзеп отыр. Көп өтпей Мінай ауырып жатып қалды. Ауырғанда да төсек тартып ұзақ жатты. Келіні енесін жылға жуық күтіп қарады. Мінай аспанға телміріп жатып ұзақ ойланды.
бойында үрей бар. Ертең өліп қалсам, мынау үй, жинаған жиһаз, 6 зерлі ыдыс-аяқ маған не керек? Тіпті маңдай термен келген қызғыштай қорған осы дүние-мүлік маған опа бере ме? Не үшін дүние жинадым? Кім үшін? Мынау зәулім үйді не үшін соқтық? Күйеуім екеуміз жаңа тамда бір күнде жатпаппыз ғой, қарап тұрсам. Мінай ерінін қыршып тістеп алды. Іші удай ашыды. Көзінен ыршып шыққан жас жастығына пырт-пырт тамды. Бар ғұмырым ескі тамда өтіпті-ау. Дертте адамның санасын тазалайды екен ғой. Мінай келіні туралы да көп ойлады. Осыдан сауықсан, келініме жылы қабақ танытайын. Ауырғанда жаныма жалау болған келіннен қалай безем? Япырмай, мені де енедейді-ау. Мен не жақсылық жасадым келінге? Осылай ойланып жатқанда тамақтың иісін бұрқыратып есіктен кіріп келген келіні ойын бұзып жіберді. Келіні пісіріп әкелген сорпасын өз қолымен енесінің аузына тосып шала бүлініп апа-апалап отыр. Мінай асты ентіге ішіп отырып бір кезде келінжан деді. Ау апау, не қалайсыз? Сен былай жаса. Барлық ескі құсқыны шығарып таста. Сынық ыдыс қалмасын үйде. Айтпақшы, мені ана үйге көшіріңдер. Ескі тамның есігін жауып қоя салыңдар. Енді жаңа тамда отырамыз. Анау жаңа ыдыстарды сөреден шығар. Дастарханды жайнатып қой. Кім келсе де жаңа тамға келсін. Мінай үзілді-кесілді осындай тұжырымға келді. Ауырғанымның қайыры осы болсын деп ойлады. Жарайды апа, басқа ештеңе керек емес пе? Мінай басын шайқады. Келіні таң қалса да онысын сездірмеді. Апасының жинаған дүниелерін үйге әкеліп, жуып-шайып, дастарханға ерекше көңіл күймен қоя бастады. Енесін де көшірді. Ескі үй мен жаңа тамның арасында шапқылап біраз уақыт жүрді. Іштей енесінің беті бері қарағанына қуанып, жағасына түкіріп қойды. Кеш қарайып қалған шақта іші ойда жоқта бүлк ете қалды. Оны сол шақта өзі де түсінген жоқ. Енесімен арпалысып жүріп, өзінің жүкті екенін де байқамай қалды. Бұл қуанышты хабарды Мінай естіген кезде жүрегі жарылардай болды. Иегі дір-дір етіп, бақ осылай келеді екен ғой. Я жаратқан, тәубе деді. Сұлухан Мыңбай.